Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін менде мерейтойлық видео. Неге десеңіздер, менің каналымдағы жазылушылар саны 1000-ға, қаралым саны 4000-ға жетті. Яғни мен монетизацияға шықтым. Бұл мен үшін өте үлкен қуаныш, сондықтан құттықтап қойсаңыздар болады. Бүгін дарамадағы бечучон қимағын жасаймыз. Яғни капустадан жасалынатын қимақ. Дайте оладьи из капусты. Көріп отырғандарыңыздай құрамы өте қарапайым заттардан тұрады, сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші осындай пекинский капустаны алып, осылай жапырақтарын жеке-жеке алып аламыз. Жуып кептіріп болған соң барлығының өлшемін бірдей қылдыртып осылай кесіп аламыз. Және де осылай капустаның қатты жерлерін пышақпен кішкене тіліп жіберсе, ол өте жеңіл қуырылады. Құймағымыздың қамыры су, ұн, жұмыртқа және тұзды араластыру арқылы дайындалады. Табаға кішкене май құйып, жақсылап қыздырамыз. Ал капустаның бір жапырағын алып, жаңағы құймақтың қамырына салып, осылай толықтай батырып, содан соң осыны табаға саламыз. Ендігіде капустамызды табаға салып, екі жағынан қызарғанша қуырып шығамыз. Түсі деген осындай әдемі болып жатыр. Қазір нәтижесін көреміз. Енді соңғы капустаны мен жаңағы дарамадағындай қуыруға тырысамын. Оны капустаны екіге бөліп, осылай салып, құймағын өте көп қып құю керек. Сол кезде примерно сондай болып шығады. Мінекей біздің дарамадағындай капустадан жасалған құймағымыз бечучон дайын болды. Бұл өте керемет көрінеді, тәбетті ашып тұрады. Қазір дәмін көреміз. Бұл шықты. Уже менің пісіргенімнің бәрін балалар ана жақта жеп жатыр. Точнее, кішкентай қызым жеп жатыр, менен ұрлап. Осылай орап жесе болады. Мәссә. Обалденно ғой. Прям қытыр-қытыр етеді ғой, мынау. Пекинский капустаның арқасында қытыр-қытыр етеді. Оладьидің основасы вроде бы жай ғана қарапайым заттардан жасалған, бірақ өте тәтті. Попочниктарға, диета ұстап жүргендерге әрине көруге болмайды бұны даже. Өте тәтті. Дәмді прям қытыр-қытыр етеді. Тестасы да өте дәмді. Пекинский капустасы да прям күшті пісіпті. Мынаның бәрін өзім жейін деп жатырмын ғой. Өте керемет. Міндетті жасап көріңіздерші, бүкіл шын керек. Бұны айтпақшы соуспен жедім, аш соуспен. Соевый соустан бірдеңелер қосады, астыға мен описание, если что, жазып қалдырамын. Бірақ маған соусы да қосылайды дәмді.
өте дамдам. Прям дорамадағыдай шықты деп ойлаймын мен. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай қарапайым ғана видеом сіздерге ұнады деп ойлаймын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.